Сәлеметсіз бе? Бұл бейнеде біз Smart Nation даму порталында үлгерім журналын қалай құру және жүргізу керектігін қарастырамыз. Журнал құру үшін білім беру процесі модуліне өтіп, журналдар бөлімін таңдаңыз. Қосу батырмасын басыңыз, журналдың атауын енгізіңіз және де төменнен топты таңдаңыз. Бағалау түрі мен әрекет ету мерзімін көрсетіңіз. Содан кейін қолдану батырмасын басыңыз. Журналда топтағы барлық студенттердің тізімі көрсетіледі. Сабақ күнін қосу үшін қосу батырмасын басып, күн түрін, бағалау түрін, сабақтың тақырыбын және күнін енгізіңіз. Жіберу батырмасын басып, растаңыз. Енді қосылған күндерде студенттерге баға қойып немесе белгілеп журналды толтыра беруге болады. Қатысқан жағдайда бағаны қоюға немесе бағасыз деп белгілеуге болады, егер баға қарастырылмаған болса. Студентті белгілеу үшін қажетті ұяшыққа курсорды апарып түзету қарындаш белгісімен белгіленген батырманы басыңыз. Егер студент сабақта болмаған болса, себепті көрсетіп анықтаманы тіркеуге болады. Егер студент бірде себеппен бірнеше күн болмаған болса, құжаттарды жүктеу бөлімінде бірден бірнеше күнді таңдап, мысалы, барлық күндер үшін анықтаманы жүктеп салуға болады. Студенттер тізімінің астында журналдағы белгілердің түрлері мен түс мағыналары берілген. Қажет болған жағдайда журналды жүктеп алуға болады. Ол үшін экспорттау батырмасын басыңыз. Smart Nation даму білім беру саласындағы ақылды шешімдер. Назарларыңызға рахмет.